Үйдің осы нөміріне көзім түскен сәтте жүрегім сәл шым ете қалып, өн бойымды әлдебір жеңіл діріл аралап өткендей болды. Ол бірте-бірте ұмытылыңқырап бара жатқан ескі сезім еді. Ұлы Отан соғысында жүрген кезімде шабуылға шығар алдында дәл осындай болып, көңіл қобалжыңқырайтындай да, артынан дайындық басталғаннан кейін дененің дірілі басылып, қорыққаның, қобалжығаның ұмыт болып кететін. Сыртқы есіктен ішке кіріп, үшінші қабатқа көтерілдім. Мен іздеп келген 6 пәтері баспалдақтың сол жақ түкпірінде екен. Есіктің қоңырауын іздеп, алғашында таба алмадым. Анықтап қайтадан қарасам, есіктің топса жақ-жақтауында көзге көрінер-көрінбес боп қоңырау түймесі тұр екен. Ішке хабар жіберіп, ақырын соны бастым. Содан соң дәл келдім бе екен деп ойлап, сағатыма қарасам, 10 болыпты. Ішкі жақтан сөйлеп жүрген әйел дауысы естілді. Маған есік ашуға келе жатқан кісі болар деп сол шеңгірегеп тұрдым, бірақ есік ашылмады. Мен түймені қайтан бастым. Осы кезде есіктің дәл аржағынан шылдыр ете қалған қоңырау үнін естідім. Сонда ғана басыма алғашында қоңыраудың қатты баспадым ба екен деген ой келді. Өйткені мұның алдында дәл мұндай жақыннан шыққан қоңырау даусынан естімеген сияқты едім. Әлде үйдің 3-ші қабатына көтерілген жүрек алқынып, үй иесі қалай қарсы алар екен деп сасқалақтап аңғармай қалды ма? Оны өзім де білмеймін. 1943 жылдың жазында біздің құрамамыз 105 атқыштар бригадасы екі Балтық майданының бір шетінен екінші шетіне ауыстырылды. Атап айтқанда, Великие Луки қаласының түбінен Лавать өзенінің жағасына барып жайғастық. Жорықпен жолда кетіп бара жатқанымда менің қолыма Знамя журналының сол жылғы 5-ші нөмірі тиді. Сол журналда Александр Бек деген автордың «Панфиловшылар алғы шетте» атты повесінің басы жарияланған екен. Мен онда Бек дегеннің кім екенін білмеймін. Онда жазушы барын да естімеген болатынмын. Бірақ Панфилов дивизиясын, одан шыққан 25 батырдың есімдерін, Мәлік Ғабдуллин мен Төлеген Тоқтаров сол дивизияның түлектері екенін жақсы білетінмін.